Senin есімің кім еді? Бегайым. Бегайым. Мектепке барғың келе ма? Мектепте жылама. Бұл не дәрі, не ішіп жатсың? Сахардікі? Өз дәрісін уже осылай жасай бере ма өзі? Мұны ғой кімді қазір түсіріп ұзын ең апаратым өз. H14, 34-ге шығып тұр сахар. Қаншаға? H14-ті уже 50-ге шығып тұр почти. Инсулин салана жерден. Ана аппарат. Қазір сахар сонда көтеріліп тұрма қызыңыздың? Неден көтерілді қазір? Өйстіп көтерілді, тамақ уақытылы беремін бәрін. Беріп жетсе, саған мен далаға шығып ойнағым келеді балдармен дейді. Мен көп ойната бермеймін, бұл жылап қалады да. Ал мынау не аппарат? Бұл кімді мынау қолдан не аппаратымен әптен анау мына қолдан бәріне инсулин сала беріп, инсулинді осымен жібереміз да газ аппаратты ше. Ал мына іштерінің бәрі ісіп кеткен ғой анау, сала беріп, әр жеріне ручка салады ғой. Бұл аппаратты кім мемлекет тарапынан берілген бе, сатып алдыңыз ба? Мемлекет тарапынан берілді. Мемлекет тарапынан берілген? Бұл қанша уақыт болды сахармен ауырып жатқанына? 5 жыл болды. 5 жыл болды ма? Қызыңыздың нақты ауырып жатқан жерлері және нақты қазір қанша жер ауырып жатыр? Дәрігерлердің қойған диагноздары қандай қазір? Сахар, этероз печень, іші кеңейіп кеткен. Тұршы орнынан қызым. Тұршы, жерге түсіп тұр. Тұра бер. Ештеңе. Мін, іші мін. Ісік біткен, кеңейіп кеткен асықсам. Ішінің бәрі ісік біткен, мін, іші тырысып тұрады. И сосын череп мұрнынан қан тоқтаса, тоқтамайды. Жасың қаншада сенің? Жасы 12-де, иә? Бой өспей қалған. Бой өспей қалған. Осы аурудан кейін бой өспей қалды ма сонда? Қазір сонда цирроз печень жаңағыдай черепной и қант диабет. 3 ауруы бар ма қазір? Енді Қазақстанның дәрігерлері не айтып жатыр қазір сіздерге? Маған айтады, мына Ясиндегі Түркияға барып, Түркияда операция істейді дейді да, бірақ Түркияда не жоқ деді. Гарант боламайды да, ояқ, гарантия істеймін, мүмкіндік. Қазір енді мүмкіндік беріп, осы қызыңыздың емделіп кетуіне шақырып жатқан не болса, мүмкіндігі беріп жатқан қай ел бар? Мен интернеттен іздедім, Үндістан екен. Ең бұны жазатын жер Үндістан екен. Менің қызымның арман жазылып кетсе, өзі қатары мектепке барса, үйде отырмаса, дейді. Талаға шығып, балдар ойнамайды, аурусың деп айтады дейді. Талай бөші көршілермен ұрысып болдым. Мама, мен аурусың деп айтады дейді. Мектепке де бармайды, үйде оқиды. Мені домобучение үйде оқисың деп балдар кекетеді. Далаға да шықпайды, үйде отырады. Өз қатар мектепке барса, бой өссе, мама, мен ауырдым, мама, мен жаным қиналды деп айтпаса деймін. Скорыйдың бәрі бізге 5-ке таниды, 24 сағат бой осымен алсам. Мені сахардың өзі қазір көтеріліп тұр. Мен қайқа барам, мысалға, мына бәр таң қалады, өлі H14-тен дейді, өліп кетеді, неден бір ашады реанимациядан, қызыңыздың жүрегі мықты екен дейді. Даже уколдарын да жалынып жүріп алдыртам, кейбір кез табылмайды. Енді қазір сіздің қызыңызға, сізге қазір қанша бала шағаңыз бар? 9 бала шағам бар. 9 бала шағаңыз бар. Күйеуіңіз қайда? Күйеуім ауылда тұрады, бірге тұрмаймыз. Жалғызбасты анамын, ЗАГСым жоқ менің. Ол бұрын үйленіп. Күйеуіңізбен ажырасып кеткенсіз, иә? Ажырасқан азаматтық некедемін ғой. Бірге тұрмаймын. Балдарына келеді. Осындай ауыратынын біле ма? Біледі, көмектескен ол. Бір рет көмектесейін деді, кредит алып берген ол. Маған жасырмаймын, одан кейін көмектесе алмаймын деді. Соңғы рет қашан келді? Өткеннен кейін балдарды алып кетті. Маған пятница сайын келіп, балдарды әкетіп тұрады ғой ол. Жалпы келіп кетіп, жағдай. Бірақ көмектеспейді да, бірақ балдарды алып кетіп, өзі воскресеньеден әкеп тастайды. Сіздерге мемлекет жағынан әлеуметтік көмек көрсету не болмаса, әкімдіктегілер осындай сіздің 9 балалы екендігіңізді, қызыңызды осындай жағдайда екенінен хабары бар ма? Білмеймін. Мысалы, білу керек қой, райсабіздер білу керек. Домобучение апарып документ өткізем, дәптеручкаға ақша аударады, бір 12 мың, осы жол 26 мың аударды, дәптеручка үйде оқитын балама. Болды. Бұлай бетіп алып бартқан көмек алған емес. Ал әкімдіктегілерге көмек сұрап бардыңыз ба? Әкімдікке бір барғанда Дүйсебаев сержанға кірдім. Осындай қызымды Алматыға апаратын қаражат таппай жатырмын, көмектесіп беріңізші дегенде, бізде ондай қаражат жоқ деді.
Алахан жай ғана емес осы уақытқа шейін. Өзім апарып, өзім жоқ нәрсесін өзім әперіп осы уақытқа шейін. Бірақ бұл жол амалым жолдан шықтым. Ташкентке апарсам дегенім, Ташкентте бауырдан емдейді деп естідім да. То Ташкентке апарып көрсем бірінші. Одан кейін келіп жаңағы не көмектессеңіздер сіздер, бәрі Алланың қолында ғой енді. Үндістанға апарсам, өйстіп жүріп кетсе деймін да, өзімен өзі жүріп мектепке барып, маған ауырлық салмаса, міне салған уколдар бар, мынандай болып кетеді, қышыма ұқсап, денесін бәрі. Инсулинден өйстіп кетеді бәрі. Мыналар ма? Енді қазір сізді мінекей миллиондаған халық көріп отыр ғой. Халықтан сұрарыңызды айтарыңыз болса, мінекей. Халықтан жәрдем берсе екен, мысалға, небір азаматтар бар ғой, өзіміз сияқты. Қазақтар бар, бизнесмен ағаларым бар, қызыма спонсор болса, осы қызыма көмектесетін, мейлі мен түсінем осыны, ауруды түсінетін адам болса, менің қызыма көмек берсе, сол менің арманым болды. Қызым өз қатар мектепке барса, бойы өсіп жазылып кетсе, мен мама ауырдым деп маған кеп жыламаса, болды, сол ғана менің арманым. Қызым жазылып кетсе болды, басқа ештеңе керек емес. Бұл сынақ сіздің басыңызға келді ғой мінекей. Көтеріп келатырмын сынақтың бәрінде. Бұдан да зор сынақтарды көтеріп келатырмын. Ол неден деп ойлайсыз, сізді Алла баламен сынап отыр? Баламен сынап отыр мені. Қатты сынап отыр. Айтарым кейінгілерге, Алла тағалам баламен сынамасын. Бірақ ешкімге жаманшылығым жоқ еді, білмеймін, Алла тағала маған осындай сынақ берді. Алдын қайда жұмыс істегенсіз? Мен жұмыс істеген емеспін осы уақытқа шейін. Жалпы жұмыс істегіңіз келе ме? Келеді, жұмыс істегім келеді. Просто мына қызым жазылса, мен жұмыс істегім келеді да, балдарымды мен бүйтіп, сіздерді алақан жаймен өзім баққым келеді. Енді қызыма қолдан келгенше көмек берсеңіздер, 100 теңге болса да, 200 теңге болса да, осы қызыма үміт сыйласаңыздар, жазылып кетуіне атсалыссаңыздар. Осы менің арманым. Сенің есімің кім еді? Бегайым. Бегайым. Мектепке барғың келе ме? Мектепте жылама. Мектепке барғың келе ме? Класстастарың сағындың ба? Мамаң жақсы көресің ба? Қатты ауырып жатсың ба? Сені қазір мінекей ағаларың, әпкелерің, тек қана Қазақстан емес, Кореядағы, Өзбекстан, Ресей, Түркиядағы, Қырғызстандағы ағаларың бар. Тек қана Қазақстан емес, солардың барлығы сені көріп отыр қазір. Сол ағаларың, әпкелеріңе не айтасың? Маған көмектессе деп жазылып кетіп, мектепке барғым. Құрметті оқырмандар, қазір мінекей біз Төле би ауданы Ленгір қаласындамыз. Менің алдымда отырған Бегайым 12 жаста, бірақ бойы өспей қалған, денсаулығына байланысты қант диабеті, яғни сахарный ауруы бар, одан кейін қан қысым дейді 12 жастағы балада. Және ең қазір ауырып мазасын беріп жатқан цирроз печени деп айттыңыз, Отбасылық жағдай мінекей біз келіп үйді көрдік барлығын. Бұл әпкеміз жаңағыдай құжаттарында барлығын бізге ұсынды, барлық құжаттарды көрдік. 9 бала шағаның анасы жалғыз басты ана екен. Қазір мінекей бұл қызды емдету үшін Өзбекстан, не болмасам Үндістан елі қазір медицина жағынан көмектесеміз деп отыр. Енді ол жаққа білесіздер, кемінде 4 миллион 5 миллион теңге мен қаражат кетеді. Осы ақшаның барлығын сіз болып, біз болып, осы отбасыға бір қолдауды көрсетейік. Ең бастысы адамгершілік қой. Осы экран алдында көріп тұрсаңыздар, не болмасам осы комментарияда осы әпкеміздің өзінің банк картасы, Каспи Голд карталары, тікелей шетелден ақша аударам десеңіздерде программалармен ақша аударуларыңызға болады. Барлық шоттарын біз қалдырамыз. Және тікелей әлеуметтік желіде емес, осы отбасыға көмек қолымды созам. Енді жария садақа бар, жасырын садақа бар ғой. Жасырын садақа жасайым деушілер болатын болса, мінекей экран алдында осы әпкеміздің телефон нөмері, байланысқа шығып, не болмаса үйіне келіп, мінекей көмектессеңіздер болады. Қазір біз келсек, 12 жастағы қыз өзіне укол салып, енді бұларды мен
онша түсінбеймін. Мынандай аппараттар және мынау қолына аппарат қойып тастаған, мына жерінде тағы бір аппарат тұр. Кішкентай қыздың қазіргі ахуалы осы. Құрметті жақсылықта жарысатын жақсыларым, қолдау көрсетейік. Ең бастысы адамгершілік қой.